махаббат ертегісі 3, 4, 5 және 6 сериясы. Бүгін мен сіздерге 4 бөлімін қысқаша етіп жол өтіп баяндап беремін. Жанфизаның тойы өтпек болады. Жанфиза өте мұңды қалыңдық болады. Менің тағдырым қайда, менің жартым қайда деген сияқты өз-өзіне сұрақ қойып, және досы екеуі қайғырып отыр. Енді мені бұл некеден ешкім құтқара алмайды деп көз жасын сығып алды. Бірақ тойға Махер де дайындалып жатыр. Махерді де, комиссарды да, барлығын Куршат қызының ұзату тойына шақырды. Барлық белсенділерді шақырып, қызының тойында қалыңдық жасауына өзінің есірткілерін қосып шығарып салу. Осы тойға дайындық көйлек киіп, терезеге қараған сәтте бұл ұрпалық жігіт деп таң қалады. Ол мені шынымен сүйеді екен, мені алып кетуге келді деп қуанады. Сол кезде ғана қасындағы досы сырттан сұрап көрген кезде бұл тойға келген әлгі ұрпалық деген жігіт комиссар болып шығады. Ал мұнда күйеу жігіт өте қаныпезер десек те болады, қылмыс әлемінің бас серкесі. Ол осы қыздың әкесі Куршаттың ең сенімді араластың досы. Бірақ осы кезде қашып кеткен Жанфизаның орнына дос отырады. Әкесі бетін ашқан кезде таң қалады және байғұс Жанфизаның досын ұрып-соғып қинап сұрайды. Ол қыз қайда дейді. Жанфиза Махерге хабарлама жіберіп, алғаш кездескен жерге кел, мен саған бірдеңе айтамын дейді. Ол жерге барған Махерге мен саған үйленемін деп қыз өзі ұсыныс жасайды. Ал мұнда барлығы шок, қалыңдық қашып кетті. Ал бұл жігіт, күйеу жігіт, айттым ғой, оның жігіті бар дейді. Жанфиза ізінен қалмай жүрген Махерге мен саған үйленемін десе де Махер қарсы болады. Өйткені бұның әкесі өзінің әкесін өлтірген еді. Ал мұнда Махердің 30 жыл бұрын көрмеген ата-әжесі, әжесі өте қатал екен. Тезірек Махерді әкел, оның әйелі бар ма, сүйген жары бар ма, шаруам жоқ, ол Сылаға үйлену керек дейді. Сыла деген бұл кішкентай баласының әйелінің сіңлісі, кішкентай баласы 13 жасында ағасының үшін өте үлкен кәрі кемпірге үйленген екен. Амалсыздан бұл үлкен әйелге үйлену себебі ағасы басқа қызды таңдап, яғни басқа әйелге үйленіп кеткен үшін. Ал мұнда Жанфиза Махерден бас тартқаны туралы таң қалып келеді. Тіпті бас тартқаны соншалық Жанфизаның дүкенге кіріп кеткенін пайдаланып, бұның қайда не істеп жүрген барлығын әкесіне хабарлайды. Жанфиза бірақ одан күтпейді. Сөйтіп өзі қашып кетеді. Өйткені ойлануым керек, бұл менің кек алатын адамның, жауымның қызы дейді. Осы кезде әкесі адамдармен келіп қалған кезде Жанфиза қашады, бірақ ұстап алады. Оны сүйреп жүріп көлікке мінеді. Сен мені қарап еттің, мен саған көрсетемін. Сен қалай болса да менің адам айтқан адамыма, яғни осы бастығына күйеуге шығасың дейді. Содан кейін қызды тағы да екінші рет қайтып ұрлап кеткен әлгі күйеу жігіті. Бірақ Жанфиза ойлап қалады, Махер мені ұрлап баратыр, Махер мені құтқармақ дейді. Солай қуанып бірге кездескен жерге келген кезде ол Махер емес, күйеу жігіт екен. Мен саған сұрақ қоям, егер ертең біз үйлену тойымызға дейін Махер сені құтқармаса, онда сен менің мәңгі әйелім боласың дейді. Алайда сол уақытта Махерге 30 жыл көрмеген атасы үйіне келіп, Махерді сен менің немеремсің, мен сені қабылдаймын, сені сағындым деп әсерлі сөздермен Махерді азғырды. Махерді бауырына басу себебі өздерінің тұяқтарының аман қалу, яғни бұрынғы қайтыс болған немересінің әйеліне Махерді қосу мақсатында Махерге әсерлі сөздер айтып, Махердің жүрегінен от табу осы шалдың міндеті болып табылады. Өйткені кемпір сондай бұйрық берген. Жалғасы бар.